Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің түнгі эфиріме қош келдіңіздер. Бүгін необычный влог болады. Қонақтан келдім. Енді макияж бүкілін снимать ету керек қой. И резко менің ойыма түсіп кетті, что мен кейбір оқырмандарым ход қалай жасайсыз бетке, не қолданасыз деген сұрақтар болғаннан кейін мен осыны түсіруді білмеймін, әйтеуір ойыма түсіп кетті и шештім. Солай. Қазір мен обзор жасаймын, көрсете кетемін, қалай, не бәрін айтып түсіндіріп өтемін. Ал күтіңіздер. Так, алдарыңызда көріп тұрғандай, бұл менде уходовый косметикалар и декоративный косметикалар. Так, қазір енді полный обзор жасап, бүкілін түсіндіріп, мен не қолданам, не істеймін, бүкілін айтып өтетін боламын. Пока что осылайнан түсіріп алдым. Қызық болса, дальше тамашалаңыздар. Так, шашымызды жинап алдық, енді асықпай әңгімемізге кірісеміз. Бүгін яғни біз уходовый косметика және декоративный косметика жайлы сөйлесетін боламын. Мен яғни өзімнің қолданатын опытыммен, заттарымен бөлісетін боламын. Біреуге полезно деп ойлаймын, или қызықты яғни, да? Біз не істейміз бірінші? Бірінші біз ход таңертең болсын, жатар алдын болсын, бетіміз жуамыз. Пенкалаймыз яғни. Пенка менде сайник Asian Cosmetics'тікі. Мен өзіме ыңғайлы етіп Asian Cosmetics деп алғам. Және екінші магазин, мен который всегда сатып аламын, ол Nature Republic. Мен тоже оны өзіме сай етіп Nature Republic деп алғам. Яғни бірінші пенкалаймыз бетімізді жақсылап. Қыздар қолданып жатады ғой, там щербет, потом гель для умывания или для снятия макияжа, база, что ли. Ну, короче, көп сондай нәрселер, да? Жоқ, мен ондайларды ешқайсысын вообще қолданып көрмеп, мен шынымды айтсам бетімнің кожасына өте ерекше көңіл бөлем. Ол бірінші очередь мен бетім кожасы маған өте маңызды. Білмеймін неге екенін. Получается, егер мен макияжым кетпей жатса, пожалуйста, мен 2 рет қолданамын. Менде бұл Сайник фирмасынікі өте керемет. Именно сухой кожаға арналған. Даже ішінде ПХ дейді, значит, бұл жаңағыдай пигментация, мынау бәріне тоже жақсы көмектеседі деген. Так, мен қашан келе бастадым? Мен, яғни, получается, 3-ші ұлымды туғаннан кейін, 3-ші баламды, да, бетіме там сып, пигменттер деген сияқты нәрселер шығып кетті. Бетім шынымды айтсам абыржып кетті. Прям уход жасағым келді, да. И мен алдымда баламның пособиясы дейді ғой, айына беретін жүргек болу. Мен соның 2 айын жинап, 40 000 теңге болды, яғни соны алып бүкіліне уходовый косметикалар алдым. Өзі декоративка алған жоқпын, тек уходовый косметика алдым. Сол жаңа пенка, анау, мынау деген сияқты. Реально мен сол кезден бастап ғашық бола бастадым. Мен бетім кәдімгідей маған рахмет айтты ғой. Получается, не істейміз по традиции, біз бірінші бетімізді пенкалаймыз. Пенка, потом пилингтаймыз. Пилинг менде Pax Molly, то же самое Asian Cosmetics'тен сатып алдым. Өте керемет, именно для сухой кожи хорошо подходит. Пилингті мен аптасына 1 рет, 2 рет, или 10 күнде, или 20 күнде 1 рет қолданамын. Білесіздер ма, пилингті негізі бетке қатты қолдана беруге болмайды. Егер сіздің бетің жирный болса, можно аптасына 2 рет, 3 рет. А егер сухой болса, лучше не надо особо қолдануға. Аптасына 1 рет даже, шынымды айтсам, жетеді. Бетіңіз қатты чувствительный болып, потому что ол скатывать етеді ғой бетті. Сол кезде бетіңіз чувствительный болып қалуы мүмкін. Ол наоборот вред болады. Лучше не надо. Так, біз енді біттік екеуін айтып. Енді бізде одан кейін по традиции кетеді тонер. Тонер менде Geodermaнікі, то же самое Asian Cosmetics'тен алдым. Полный набор бар, яғни. Тонер, потом сыворотка. Сывороткасын қолданамыз, то же самое. First Geodermaнікі, одан кейін эмульсия. Одан кейін крем.
Білесің ба, мен бүкіл прям қолданбаймын. Егер менің уақытым болып, таңертең, например, тұрған кезде уақытым болып, не істеп жатсам, мен асықпай там пенка, пилинг, потом тонер, сыворотка, эмульсия, крем бүкілін жағып шығамын. А егер менің уақытым кішкене тығыздау болып жатса, пенка, потом тонер, сыворотка, эмульсия. А егер прям уақытым вообще жоқ болып жатса, пенкалай и эмульсиялаймын. Болды, маған осы екеуі жетеді. Мен кремді Астанада көп қолданатынмын, потому что Астананың ауа райы өте суық и жел болғандықтан бетіңді прямо жаңағы суық қарып кетеді, даже жаздың өзінде бетіңді жел, нелер қарайтып жібере ма, какой-то Астананың погодасы сондай ғой. Мен қалай Алматыға келем, кожамда, там, дене бітімімде бүкілі сразу орнына келіп, прям әдемі қалыпқа енеді. Сол үшін де мен Алматыны қатты жақсы көремін. Так, кремді мен Алматыда особо қатты қолданбаймын. Тек тауға шығатын кезде ғана болмаса, былайынша уақытта вообще қолданбаймын. Жазда мүлде қолданбаймын. Жазда и так Алматының погодасы влажный болғандықтан уже и так теріліп жүресің, тем более ыстық. Крем жағу вообще смысл көріп тұрған жоқпын. Так, бұларды айтып біттік. Потом не істейміз? Біз тональный жағамыз. Жоқ, кстати, біз SPF-ка жағамыз. SPF-ка ол именно күннен қорғайды. Там, сондай, короче. SPF-ка менде 30, Астанаға негізі бұл күшті кетеді. То же самое, жаңа неден алғамыз. Asian Cosmetics, Pax Molly. Күшті, тоже ағартады, там, увлажнять етіп тұрады. Именно сухой кожаға арналған күшті SPF-ка. Тоже скидкамен, сол кезде бір рет скидка болды, сол кезде білмеймін, қаншаға екен, там, по-моему, 3000 теңгеге ма сатып алдым. Так, одан кейін тональный жағамыз. Мен тональныйды шынымды айтсам особо жақпаймын, көбінесе бибишка қолданамын, именно бибишка Бергама. Бұны мен кәдімгі корейский нелер сатылып тұрады ғой магазиндерден, обычный корейский магазиндерден. Сол жақтан алдым. Күшті көмектеседі, прямо бетіңнің тонын однотонный қылады. Прям осыны жағып шыққаннан кейін көбісі сұрайды, не қолдандың, не жақтың деген сияқты. Маған ұнайды, күшті, супер. Жоқ, мен күнде жақпаймын негізі. Анда-санда, например, қыдыратын кезде, либо там қонаққа барған кезде деген сияқты, сол кезде ғана жағамын. Былайынан күнде вообще негізі жақпаймын. Көбінесе күнде сол жаңағы айтып жатқан сияқты асығып кетіп бара жатқан пенкамен эмульсияны жағып шыға саламын. Эмульсия как кремнің рөлін тоже атқарады. Одан кейін тағы не жағамыз? Одан кейін тональный бибишканы жағып біттік. И одан кейін пудра жағамыз. Пудрамен завершать етеміз. Негізі мен пудра жақпаймын, бірақ жақ деп айтады. Анда-санда, может быть, жағуы мүмкін. Или там мына жерлерге, мойындарыма жағуы мүмкін. Менге так бетім, кожам сухой болғаннан кейін, негізі для сухой кожи дейді, бірақтан да мен пудралардың бәрі и так сухой болады ғой, потом бетімде көрініп қалады, көбінесе там аппақ болып. И особо жақпаймын. То же самое, бағалары қолжетімді, тем более қазір оларда скидка болып жатыр. Скидкамен көп товар, там жақсы, именно бетіңізге рахмет айтатын товарлар сатып алсаңыз болады. И потом шашқа мен именно бұл шаштың кончиктарына жағып қоюға, одан кейін жумайсыз, жуылғаннан кейін либо сухой шашқа, құрғақ шашқа кончиктарына жағып қойсаңыз өте күшті әрлендіріп, өзінің қалпына келтіріп, қатты келтірмесе де әйтеуір келтіреді, уход беріп тұрады, короче. Бұның негізі шампунь бальзамы бар, тоже мен пока алуды жөн көрмедім, потому что мен шашым тез жаңа майланып кететін болғандықтан Head and Shoulders'тың қолданамын. Так, шаштың негізі көп историясы. Мен, получается, негізі шашты мен өте қатты қорғап, көбінесе қимай, шашымды не істеп, жаңағыдай уход жасап, шашым қалыңдап кетпесе де, постоянно витаминдер қабылдап, маскілер істеп сөйтіп жүретіндім. И раз алдымда бір күні сонша қорғап, күштілеп жүрген шашымды күйдірдім, химия жасадым, оны басқа светке ауыстырдым, тағы басқа свет, тағы күйдірдім, тағы химия жасадым. Короче, шашымның быт-шытын шығардым ғой. Так өзінше қашаш быт-шыт болды, сынды. Қазір енді қайтып астына етіп жатырмын, қайтып уход жасап жатырмын, қайтып қара түсіме боядым, бұрынғы қалпым келді, короче. Солай да болу керек шығар. Көру керек шығар, может, соны.
солай. Иногда там асығып кетіп бара жатсаңыздар, например, тональный жағып ерініп, или там просто не істесеңіздер, кушон қолдансаңыздар, Паксмолидің кушоны күшті көмектеседі. Прям керемет, маған ұнады, шынымды айтсам, қатты ұнады. Прям вот это супер стойкий, прям күшті ағартады. Қазір менің бетімде осы кушон тұр. Білмей ма, білінбей ма. Так, құлаған заттарымды алып алайын. Даже менің зубный пастам, щеткам, осы Asian Cosmetic'тан негізі ана жақта бар, ашылған, қолданылған зубный щетка, пасталар. Просто әкеліп көрсетуге ұялдым. Лучше жаңасын көрсетейін деп осылайынан таныстыруға да. Даже дезодорант менде осы Asian Cosmetic'тен, Nature Republic'тан, то есть крышкасын жоғалтып алдым, бірақ сонда ана колпачогы бар, соны кигізіп қоямын. Жоғалтып алдым дегенде түсіріп алдым и таппай қалдым. Потом не қалды? Бұл менде ночной маска. Вообще бәрін шатастырып жібердім, не болып кетті өзі? Мен жаңа декоративканы айтып аттым да. Вообще шатастырып жібердім. Короче, мынау ночной маска. Бұны жағамыз, и потом түнімен ол өзінің жұмысын атқарады, бетті уход жасайды, әрлейді, потом таңертең жуып тастаймыз. Бұл Huxley, кәдімгідей корейский магазиннен, обычный корейский магазиннен алып, тоже самый хороший көмектеседі. Хороший көмектеседі, бірақ та мен где-то бір 7-8 рет қана қолданған шығарым. Так, и осындай куча маскалар. Мен любительницамын маскалардың, осындай тканевый маскаларды өте қатты жақсы көремін. Күшті, ұнайды маған. Именно сухой кожаға барлығы. Там огуречка, кофе, ағартады, кофе ағартады, алоэ тоже ағартады, ағарғым деп отыр, короче, огурец ағартады, имбирь тоже ағартады, увлажнять етеді. Золото то же самое, там блеск береді, там ағартады, короче, то же самое. Мынау тоже там мандарин бар, то же самое ағартады. Ой, көрінбей қалды, ол неке. Элауттікі аха-бұха дейді, қолданып көрмегем әлі, бірінші рет қолданамын. Именно пигментация, угри, сып, анау болған кожаларға арналған күшті көмектеседі деп айтып жатыр. Голд дейді, значит, алтыннан жасалған, то же самое, ағартады, там блеск беріп тұрады, короче, біраз нелер бар әйтеуір. Бүкіл менің маскаларым ағартады, короче, коллаген, су құрамын тоқтатып тұрады. Так, чек екен арасында. То же самое, мандарин ба, апельсин ба ағартады. Мятадан жасалған, то же самое, ағартады, там су құрамын тоқтатады, там блеск береді, короче, уход береді деген сияқты. И мынау тоже жемчугтан жасалған. Жемчуг деймін, оны не ойлайсың сонда? Жемчуг первый маска. Жемчугтан то же самое, ағартады, антивозрастной, бірақ бізге де бола береді. Огуречка то же самое. Мен мынаны қолданып көрдім, бұның бір штугы 1500 теңге тұрады, бірақ результат қыздар вообще вау, супер, кәдімгідей нереальный. Ғашық болдым кәдімгідей. Мен бұны күнде қолданбаймын, то есть күндесінес құдай, айына бір рет қана қолданамын, болды. Соның өзінде прям нереальный эффект. Түнде қолданасыз, яғни 6 сағатқа дейін қойып қоясыз бетіңізде, кәдімгідей уже алып не істегеннен кейін, сол остатоктерін сығып алып бетіңізге жағып, и не істегеннен кейін прям ұйықтап тұрасыз ғой, прям чувствуется бетіңізде кәдімгідей изменение, прям супер. Нан алдым, қызығып жүріп, подбородым шығып кетті деп бір рет алдым. Бірақ әлі қолданған емеспін, сол бетер әлі. Ішінде, получается, 7 күнге, по-моему, да? 4, 6 күнге екен, значит. 6 күнге, даже 2 рет қолдануға болады дейді. Мені алып, былайынан повязканы алып, құлағыңызға өткізесіз, и короче, осылай. И сізде мынандай лицо болады, кореянкалар сияқты.
солайынан. Бірақ мен әлі оны қолданып көрген емеспін. Осы магазинде тағып көрдім. И осы эфирде бірінші рет тағып жатырмын. Екінші рет осы эфирде тағып жатырмын. Не айтылмай қалды. Декоративка енді көшеміз ақырында. Бұл уже тенге бір где-то 2 жыл ма, 3 жыл ма болғанша. Бұл менікі емес, сестрамдікі. Сестрам маған берген. Цветтері именно менікі, ұнайды маған. Уже мен негізі особо тен қолданбаймын. Жоқ, иногда праздник болған кезде қолданамын. Хайлайтер, тоже самый бір 2 жыл болған шығар. И хайлайтердің кисточкасы. Именно осыдан хайлайтерді да 1000 теңгеге алдым кезінде. Прямо күшті көмектеседі, не знаю, басқаларға қарағанда. Көрініп тұр ма? Осы жерлерге жағам, и мұрынға, осыған, и потом осыған. Осылай кішкене подчеркивать етем, болды. Мен одан кейін де хайлайтерлар алып көрдім. Например, Флормардан алдым, тағы жерден алдым. Короче, алып көрдім, и маған вообще ұнаған жоқ почему-то. Кстати, менде вообще корректор деген жоқ екен, ондай румяна анау сызатын да, почему-то жоқ екен. Мен ондай сызбайды екенмін. Туш менде то же самое қайдан алдым. Хеймиш дейді, и біреуі Чикаго дейді. Осындай туштар. Мына туш маған өте қатты ұнайды, прям керемет тұрады, суға ағып кетпейді. Бұны жуып тазалап үшін бір где-то 2 рет бетіңді пенкалау керек. Ол өзі там комочек болып түсіп қалады. Мынау ағып түседі. Но тоже хороший туш, прям керемет көмектеседі. Помада. Карадиум. Карадиум білет шығарсыздар, күшті фирма, то же самый корейский. Прям күшті там фирмалардың бірі. Самый там качественный товарлар сатады. Мен, яғни, өзім светлый кожа болғаннан кейін, мынандай негізі өте қатты отражать етіп тұрады. Малиновый, светло-малиновый. И оранжевый, потом мынандай нюдовый свет қолданамын. Көп жақпаймын. Көп жақсаңында қатты болып кетеді. Сол үшін көп жақпаймын. Потом менде карандаштар бар. Не знаю, не үшін алдым. Мынаны не үшін алдым түсінбеймін. Ойладым, көзімді сызам деп та. Қоңыр карандаш бар еді, таппай қалдым. Мынау там серебристый карандаш. Особо шын айтсам қолданбаймын. Иногда қолданамын, но особо қолданбаймын. И потом то же самое неден алдым, Nature Republic'тен алдым. То же самое күшті көмектеседі прям. Мендегі қазір тен жалтырап тұрған осыныкі. Қоңыр түсті, прям блестить етіп тұрады, маған қатты ұнайды. И помаданы көрсетейін ба? Мен постоянно эфирға осыны жағып түсем. Классно, да? Қатты ұнайды маған. Почему алақанға жағып отырмын? Обычно мына жаққа қарай көрсетпейм ба, да? Ой, подводка. Мен подводка особо қолданбаймын, прям особо случай болмаса қолданбаймын. Бұны маған негізі сестрам подарить еткен. Мен вообще стрелка сала алмаймын. Мен қисық болады, екі көзім екі түрлі болады. Сондықтан стараемся типа стрелка салуға. Короче, осылай болады ғой, да? Қолдарым қисық жұмыс істей ма бірдеңке ғой. Стрелкаларым бірдеңке болып кетеді не. Мен стрелкам. Даже көзімде бұдан да жаман тұрады. Көзімде вообще қисық болады. Еще бит не істеймін, постоянно жыпылықтап, и потом бүкіл жерге жағылады ол стрелка. Сүртетін пока салфеткам жоқ екен жанымда. Дальше менде помадалар. Тағы біреу бар тұғын, осындай кішкентайы. Ой, помадасы несі? Духи. Мен осындай пробниктер алам көбінесе. Үлкен алмаймын, шынымды айтсам. Үлкендері бар, там Астанада қалып кетті, екеу ма бар тұғын. Көбінесе қолданылмай қалып кетеді. Мен тез есінен жалығамда, и потом ол қолданылмай тұрады, и потом біреуге подарить етемін. Лучше осындай пробниктер алып, осылайынан қолданған жақсы маған. Әртүрлі аромат болады да, зато. Тағы біреу бар тұғын. Ол вообще иісі күшті тұғын. Түнгі эфир жүргізу үшін ұйқысы келіп жатыр уже.
негізі мен жуып шайып жаңағыдай типа күшті менде идея болған, негізі былай нәрсе қылғанда бетім жуылып кетіп, потом пилингті алып, потом тонер, эмульсия деген сияқты, типа сосын барып масканы бетіме жағып көрсетіп деген сияқты. Шынымды айтсам қазір вообще ештеңеге шамам жоқ, просто пенкамен жуынып, там бетіме эмульсия жаға салып, как асығып тұрған сияқты да, и ұйықтағым келіп тұр. Потому что түнгі 1 болды уже, пока осыларды түсіріп, анау мынау дегенше да. Ой, солай достар, менің бүкіл декоративный косметикам, нелерім осы. Артық ештеңке жоқ, деп па, может артық бар шығар. Ну, бәрін қолданамын, главное. Иногда бывает, менде көбінесе артық қалып кетеді тональныйлар. Тональный мен көбінесе қатты көп қолданбаймын, шынымды айтсам, көп боянбаймын. Айына 1 рет, либо 2 рет, может, бояну мүмкін да. Сондықтан мен тональныйлар негізі ашылғаннан кейін олар 6 ай, 7 ай, либо 1 жылға дейін ғана ғой срок көрінісі. Потом мен уже срок келе жатады, там уже сен алғаныңа уже бір где-то 8-9 ай өтіп кетті, и потом оларды біреуге уже бере бастайсың, басқа там жағатын осы адамдарға уже бере бастайсың. Потому что менің алған декоративный косметикам болсын, уходовый косметикам болсын, барлығы өте там качественный, жақсы, и ну, короче, мен өзіме келгенде, өзімнің бетіме келгенде, вообще шынымды айтсам, вообще аямайды екенмін. Алам мен әйтеуір, күйеуіме айтамын, осыны алғым келіп жатыр деймін. Ол айтады, жарайды дейді, ал мен хайлайтерім білініп тұрайын. Короче, достар, солай, қайырлы түн. Мен қолымды өшірейін. Сау болыңыздар.